Қазіргі таңда Маңғыстау облысында жедел профилактика іс-шарасы жүргізіп жатыр. Автокөлік атты қарама-қарсы қабатқа шығу, ұйықтап кету, адамның қаза болуымен. Былтыр 2023 жылы 13 адам қайтыс болса, жол көлік оқиғасында осы республикалық жолда. Биыл 2024 жыл 3 айдың ішінде 26 адам қайтыс болды. 2 есеге өсіп жатыр. Өзбекстан азаматысыз ба? Өзбек тілінде де жазылған. Ішіңіздегі жолаушылардың барлығы, сіздің жолаушылардың денсаулығы, осылардың денсаулығының өмірін сақтау үшін жол ережесін бұзбай. Ассалаумағалейкум. Құрметті жүргізуші, сізді жол жүріс қатысушылар назарына жылдамдықты шамадан тыс асырмауға, түнгі мезгілде шаршаулы күйде көлік құралын басқармауға Маңғыстау облысы патрульдік полиция ротасы сізге ескертеді. Қазір Маңғыстау облысы көлемінде жол көлік оқиғалары жиі орын алуда, осыған байланысты ескертпелі жұмыстар жүргізілуде. Түсінікті, сізге